Қараңыз, Уотсон, бұл ерітінді түсін өзгертті, демек құрамында азот қышқылы бар. Айтқаныңыз дәл келді, бірақ ол қалайша ізге айналды? Холмс, бүгін тағы да қышқылдармен айналысып жатырсыз ба? Дұрыс байқадыңыз, достым. Бүгін мен ерекше қышқылды, азот қышқылын зерттеп отырмын. Оның формуласы HNO3, өте күшті және тотықтырғыш қасиеті бар. Ол қалай алынады? Бұрын оны калий нитратынан алған, ал қазір Оствальд процесі арқылы аммиактан өндіреді. Азот атомы 3 оттекпен байланысқан. Азоттың тотығу дәрежесі +5. Яғни HONO2 ғой. Таза азот қышқылы түссіз, бірақ ауада сарғайып кетеді. Қайнау температурасы 83 градус, иісі өткір және улы. Демек қауіпті зат қой. Қараңыз, қызыл түске айналды. Бұл күшті қышқылдың белгісі. Ал негіздермен реакциясы ше? Шнош, наух, нано, что? Егізде азот қышқылы сутек емес, азот оксидтерін бөледі. Демек, ол тотықтырғыш. Азот қышқылы химия әлемінің нағыз тергеушісі. Онда сіз химияның Шерлок Холмссыз. Оқушылар, химия сабағында қышқылдармен жұмыс жасағанда өте сақ болу керек, сол себепті ережелерді бірге қайталайық.